Ассаламу алейкум достар. Достар, бүгін біз Toyota центрдегі жүрілген сатылымдағы көліктерді түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, ал біз шығарылымды бастадық. Талғамайтын бірінші көлік бізде Titan Distler Mitsubishi Pajero. Үстінде рейлингтары бар. Көліктің іші былғардан жасалған. Көлік 2014 жылға 92.500 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 3.0 автомат. Бензинмен жүреді, толық жетекті. Бағасы 13.150.000 теңге. Сұр түсті Pajero. Келесі бізде Toyota Highlander. Алдыңғы тонировка жасалған екен фаралар. Жарасымды болса болатын шығар, бірақ түнде жарығыңды кішкене төмендетеді ғой, ол да жаман. Titan диск. Көліктің үстінде рейлингтары бар. Жалпы көліктің іші былғардан жасалған. 2011 жылғы 205.000 км жүрген, бензинмен жүреді. 3.5 қозғалыштың көлемі, автомат, толық жетекті, бағасы 12.350.000 теңге. Toyota Land Cruiser Prado 150 Titan диск, аяқ қоятын жері бар. Үстінде люк жоқ, үстінде рейлингтары бар. Іші матадан жасалған. 2017 жылғы Prado 83.000 км жүрген, бензинмен жүреді. 2.7 қозғалыштың көлемі, автомат, бағасы 19.550.000 теңге. Толық жетекті. Белый жемчуг дейді ғой, сыртындағы цветін. Түсі сондай белый жемчуг. Алтын маржан да. Белый екен, ақ маржан. 200-дік Toyota Land Cruiser. Prado емес, Toyota Land Cruiser 200. Но 70-тің алдын соғыпты. Titan дисктер, летний баллон. Көлік 2018 жылға 87.000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 4.6 автомат, толық жетекті. Жалпы іші көліктің былғардан жасалған, яғни кожадан. Бағасы 34.880.000 теңге. Land Cruiser 200 алдыңғы шанағы. Titan дисктер. 2012 жылға іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. Қазіргі жағдай 185.000 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 4.6 автомат, толық жетекті, бағасы 19.550.000 теңге. Үстінде рейлингтары бар. Алдында көрсететін көліктердің барлығында рейлингтары бар үстінде. Келесі бізде Land Cruiser 200. Достар, енді мынау диск әдемі, әлден осы стернің шығайсы әдемірек. Ерекше көрінетін сияқты мынау. Іші ақ түсті былғардан жасалған көліктің. 2013 жылға 164.000 км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 4.0, автомат, толық жетекті, бағасы 22.450.000 теңге. Land Cruiser 200 соңғы шанағында Yokohama баллондары орнатылған. Titan диск, басып шығатын жері бар. Жалпы көлік 2019 жылға 2500 ғана км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 4.0 автомат, толық жетекті. Жалпы іші велюрдан жасалған, жақсы жағдайда. Көліктің бағасы 31.050.000 теңге екен. 2,5 мың ғана километр жүрген көлікке. 200-дің алдыңғы шанағы, Titan диск, қара түсті. Бетіне чехол кигізілген. 2013 жылға 205.000 км жүрген, бензинмен жүреді, 4.6 қозғалыштың көлемі, автомат, толық жетекті. Бағасы 20.550.000
теңге. Toyota RAV4 ақ түсті. Көліктің іші матадан жасалған, жақсы жағдайда. 2016 жылғы 42.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, толық жетекті. Бағасы 11.550.000 теңге. Келесі бізде тағы да бір RAV4 титандай дисктер орнатылған. Көлік 2016 жылға 66.000 км жүрген. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, толық жетекті кроссовер. Іші матадан жасалған, бағасы 11.550.000. Екеуінің бағасы бірдей. Сырттары да, іштері де бірдей. Бағасы да бірдей. Тағы да бір RAV4 2 миллионға арзан. Мынау RAV4-терге қарағанда 2 миллионға арзан екен. Сондықтан суретін алайық. Титанды дисктер орнатылған, көліктің іші матадан жасалған. 2014 жылғы RAV4 206.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, толық жетекті. Бағасы 9.170.000 теңге. 2014 жылғы 9.200.000. Тағы да бір RAV4 титандай дисктер. Көліктің іші матадан жасалған. 2014 жылға болды. 66.000 км жүрген. Алдыңғысы 200.000, мынау 66.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, толық жетекті. Бағасы 10.150.000. Яғни мынау бізде аңғарғанда 1 миллионға қымбат екен. Toyota Camry 70-тік. Toyota Camry титандай дисктер. Қара түсті, іші былғардан жасалған. Жақсы жағдайда. 2019 жылға 58.000 км жүрген, қозғалысының көлемі 2.5 автомат, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді. Алдыңғы терезесінің жылытқыштары бар, 14.650.000 теңге. Тағы да бір қара түсті, дәл сондай, бірақ 700.000 теңгеге арзан екен. Титандай дисктер, іші былғардан жасалған. 2018 жыл екен бұл, бір жылға ертерек шығарылған, 42.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Бағасы 13.950.000 теңге. Қара түсті Toyota Camry 70 екеуі. Toyota Camry 55-тік. Жалпы титандай дисктер. Көліктің іші қапталған, негізі былғардан жасалған. 2015 жылғы 120.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалысының көлемі 2.5 автомат, 11.050.000 теңге. Toyota Corolla ақ түсті, титандай дисктер орнатылған. Көліктің іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған, жақсы жағдайда. 2017 жылғы 62.000 км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалысының көлемі 1.6 автомат, седан санағанда 7.870.000 теңге. Келесі бізде тағы да бір Toyota Corolla. Бетіне қалпақ кигізілген, титандай диск емес, іші қапталған, матадан жасалған. Іші 2015 жылғы 102.000 км жүрген, бензинмен жүреді. 1.6 автомат, бағасы 6.850.000. Екеуінің айырмашылығы бағасында 1 миллион теңге. Toyota Corolla тағы да біреуі. Титандай диск 2015 жылға, іші былғардан жасалған. Жоқ, беті чехол кигізілген екен, негізі өзі матадан жасалған. 28.000 км жүрген, бензинмен жүреді. 1.6 қозғалысының көлемі, автомат, бағасы 7.150.000 теңге. 28.000 км жүрген. Kia Carens
Kia Carens минивэн деп айтсақ бола ма? Микровэн екен, минивэн емес, микровэн. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, 2014 жылғы 91 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат. Алдыңғы жетекті бағасы 6.750 мың теңге. Ассалаумағалейкум. Hyundai Creta. Бетіне қалпақ кигізілген. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, 2019 жылғы 45 мың километр жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті бағасы 7.880 мың теңге. Келесі бізде Hyundai Tucson. Титанды дисктер орнатылған, летний баллондар. Жалпы іші қапталған екен. Негізі іші матадан жасалған көліктің. 81.800 километр жүрген, бензин, тағы да газбен жүреді, яғни ГБО орнатылған. Қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, толық жетекті, бағасы 9.770 мың теңге. Hyundai. Қателеспесем, Hyundai Santa Fe, титанды дисктер. 2016 жылғы көлік, 84 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 2.4 автомат, толық жетекті, бағасы 10.880 мың теңге. Іші былғардан жасалған, былғарысының жағдайы жақсы. 10.880 мың. Келесі бізде кетіп бара жатқан кездегі адамдардың барлығының вниманиясын, яғни назарын аударатын көлік. Поворотниктары. Титанда диск шығатын жерлер орнатылған. Көліктің ішіне назар аударайық. Іші матадан жасалған. Терезелер электрон түрде ашылып, электрон түрде жабылады, подогрев, сиденье, яғни жылытқыштары, электро, басқару мынау, шеткі айналарынан. Nissan, Lada Niva Urban. Nissan деп айтты. Lada Niva Urban. Қара түсті, іші матадан жасалған. 2020 жылғы 27 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 1.7 автомат, толық жетекті, бағасы 4.550 мың теңге. Алды тонировка, шетіндегі терезелер тонировка. Ол негізінде болмайды. Тренировка жасағанға штраф салады. Hyundai Accent. Бетіне қалпақ кигізілген. 2020 жылғы көлік, іші матадан жасалған, 19.500 км жүрген. Бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 1.4, механикада алдыңғы жетекті. Жалпы бағасы 5.950 мың теңге. Келесі көлік бізде Kia Rio. Бетіне қалпақ кигізілген, көліктің іші қапталған, іші матадан жасалған. Негізінде 2014 жылғы 125 мың км жүрген. Бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, бағасы 4.495 мың теңге. 2014 жылғы Kia Rio. 4,5 миллион. Hyundai Elantra сұр түсті. 2019 жылғы 65 мың км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, бағасы 8.080 мың теңге. Іші матадан жасалған, жалпы жағдайы жақсы. Келесі тағы да бір Hyundai Elantra. Бетіне қалпақ кигізілген, жалпы ішкі жағдайы жаман емес. Іші матадан жасалған. 2017 жылғы 38 мың км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 7.770 мың теңге. Hyundai Elantra'ның соңғы шанағы, бетіне қалпақ кигізілген, жалпы іші матадан жасалған. Көлік 2019 жылға 58 мың км жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, бағасы 7.950 мың теңге. Жалпы екеуінің разницасы шамамен 200 мың теңге ғана екен. Мынау ескісі, мынау жаңасы. Ма? Сондай ғой. Hyundai Elantra 2019.
мынау бізде Hyundai Elantra 2017 айттым ғой. Достар, шығарылым соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Егер шығарылым ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар деймін.